Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге өте пайдалы ақпаратпен бөлісетін болам. Экраннан алыстамаңыздар. Ваннаға арналған тұздар дегеніміз не? Ваннаға арналған тұздар ұзақ уақыт бойы психикалық және физикалық ауруларды емдеудің оңай және арзан әдісі ретінде қолданылған. Әдетте магний сульфатынан немесе теңіз тұзынан жасалған ванна тұздары ваннаның жылы суында оңай ериді және стрессті жеңілдетуден бастап ауырсыну мен ауырсынуға дейін қолданылады. Денсаулыққа пайдасы қандай? Көбіміз ваннадағы тұздарды ваннада босаңсуды жақсарту әдісі ретінде пайдаланамыз. Бірақ ванна тұздары келесі адамдар үшін бірнеше денсаулыққа пайдалы әсер етеді деп саналған. Бұлшықет ауруы және қаттылығы, қатты ауыратын буындар, артрит, қан айналым проблемалары, бас аурулары, мазасыздық пен стресс, экзамен сияқты тері аурулары, құрғақ және қышынған тері. Түрлі аурулардың тұзбен емдеудің жолдары. Біріншіден, буындарды тұз таңу арқылы емдеу, яғни буын қабынулары мазаласа, артрит, ревматизм, бурсит. 10% тұз ерітіндісін дайындап, оған бинтті батырып, аяққа бірнеше қайтара байласаңыз, таңылған күйінде 10 сағат тұруы қажет. Процедураны 2 апта жасау керек. Екіншіден, артық салмақ. 2 кг қайнатылған немесе теңіз тұзын жылы су толтырылған ваннаға салыңыз, сосын сол суға 15 минут шомыңыз. Мұндай ванна сізге артық салмақтан арылуға көмектеседі. Үшіншіден, бас ауруы. Бас ауырған кезде тұзды суға бинтті малып, таңып тастаса, науқастың жағдайы жақсарады және жағымсыз әсерлерді жоюға көмектеседі. Теңіз тұзы қосылған ванна. Жеңілдеп, стресстен арылу үшін ваннаны ұйықтарға 1 сағат қалғанда және кешкі астан 2 сағат өткен соң кешке қабылдаған жөн. Жақсылап емделу үшін күн ара 15-20 минуттан толық бір курс, яғни 10-15 ванна қабылдау керек. 250-ден 1000 граммға дейін мөлшерде теңіз тұзын алып, ыстық суда ерітіп, кейін жылы су құяды. Ванна қабылдауға ең қолайлы температура 36 мен 370 градус. Егер сергіп қалғыңыз келсе, таңғы ванна қабылдаған дұрыс. Мұндай жағдайда температура сәл төменде болу керек, яғни 33 пен 340 градус аралығы. Теңіз тұзының пайдалы қасиеттері: стрессті басады, иммунитетті жақсартады, тонусты көтереді, теріні жұмсартады, ісіп қызарудың алдын алып, антисептикалық және тез емдеуге қабілетті, қанның қоюлануына жақсы көмектеседі, клеткалардың қоректенуін жақсартады. Теңіз тұзын қалай пайдалану керек? Теңіз тұзын пайдаланудың бірнеше тәсілдері бар. Ең танымалы тұзды ванна қабылдау. Сонымен қатар қан айналымын жақсарту үшін, денені шынықтыру үшін, целлюлиттен арылу үшін және иммунитетті жақсарту үшін денеге сылайды. Суық тиген кезде теңіз тұзымен ингаляция процедураларын қолданады. Сонымен қатар теңіз тұзы көптеген косметикалық құралдардың құрамына кіреді. Кремдер, маскалар, гельдер, тағы сол сияқты. Тұзды ванна қабылдау сау денеге ешқандай нәтиже болмайды, тек пайда келеді. Дегенмен бірнеше қарсы көрсеткіштерін ескеру қажет. Дәрігерлер тұзды ваннаға, тіпті ваннаға баруды ұсынбайды. Ол қандай жағдайда? Яғни онкологиялық аурулар, жүктілік және лактация, қатты суық тию және жедел респираторлық аурулар, тұмау, созылмалы аурулардың өршу кезеңдері, қант диабеті, эпилепсия, нашар қан ұюы және ашық жаралардың болуы. Ваннаға арналған тұз тыныс алу проблемаларына арналған ең жақсы көмектердің бірі. Көбінесе астмамен ауыратындарға тағайындалынады. Өнім тамақ ауруларымен жақсы күреседі. Тұздың тағы бір керемет қасиеті буын аурулары кезінде ауырсуды жеңілдету. Егер артрит немесе ревматизм тыныш өмірге кедергі келтірсе, онда тұз қосылған ванна бару ереже бойынша қабылдануы керек. Тұз босаңсытып, дұрыс ырғаққа реттеледі. Оның емдік қасиеттері өте көп. Теңіз бен мұхит ауасы байланысты. Жасыратыны жоқ, бумен пісіргенде денеден көп тер шығады. Онымен бірге өте қажет тұз келеді. Оның ваннада болуы теңгерімді тез және сезілмейтін түрде толтыруға көмектеседі. Тұз тері проблемаларына көмектеседі. Ол дезинфекциялайды және кішкентай жараларды, сызаттарды жақсы емдейді. Бөртпе, дерматит және басқа да ұсақ ауруларға көмектеседі. Әйелдер бұл өнімді ерекше бағалайды. Өйткені дермадан кейін серпімді жібектей балғын және жас көрінеді. Осымен сіздерге дайындаған ақпаратым тамам. Тұзды ванна қабылдау денсаулыққа өте пайдалы екенін ұмытпаңыздар. Қандай жағдайда, не болған жағдайда қарсы көрсеткіштері барын сіздерге айтып кеттім. Соны мұқият тыңдасаңыздар, қалған жағдайда ешқандай зияны жоқ.
сондықтан тұзды ванна қабылдап өздеріңізге көңіл бөліп, күтініп, жарқырап, жайнап жүріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.